Бәріне сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге дейді, достар. Біз бүгін Майнкрафтта өзіміздің скайблогымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Сендер арна тіркелу лайктарыңды бас кетіңдер. Ал біз кеттік. Достар, біз өткен бөлімде екі попугайды асырап алған болатынбыз, біреусі мен иығымда тұр. И біз өткен бөлімде атқа барып, крепс тауып, оны келесте жоғалтып алған болатынбыз. И бүгін біз байғасыңдар, скоро, если атта мен эфириктерді өлтіріп палочкаларды алам, кейін эндермендерді өлтіруім керек, кейін ана жақта поэти бізде осы портал бар, и соған барып бітеді. Так что тез бітпей біз бармаған биомдарымызға барып келуіміз керек. Например, бізде мына жақта бирюзовый биом бар, сол жаққа баруымыз керек. И мына жақта мұздық бар, и поэти ана жақта не бар? Су бар. Сол жақтарын бәріне бүгін баратын боламыз. Сендер обязательно лайктарыңды бас кетіңдер. Давайте біз онда, если сонда уақыт бар болса, можно неге бара аламыз, порталға. Ал бүгін мен думаю, бұл аз уақыт болады, так не істегенім, соларға жол салып барғаным. Давайте мынау бізде блоктар бар екен, и бізде не істеген болатынбыз, еще біз алдыңғы бөлімде шоптан бір палочка алған болатынбыз. Міне агонист, стержан ба бір бәле, и осыларды абалайық біз, личный нелерді, то есть блоктарды, керек блоктарымызды абаламыз да, земля нетпейді, и бұларды мен осы жақтан полублок қылдырып аламын. Бізде мына жақта 99 плюс полублок болады екен. Давайте соның бәрі жетіп қалар бізге. Давайте бұның бәрін абалайық. Мені достар, 99 плюс деген бізде 4 стак и 14 не болды, то есть ағаш полублок болды и 48 полублок бар. Думаю, соның бәрі нормально жетіп қалар, Давайте біз бірінші қайда барамыз? Біз мұздыққа барып келеміз ба бірінші, либо анаған барамыз ба, немесе мына жаққа барып келген дұрыс ба бірінші? Давайте ар жақта бір су бар еді, білесіңдер ма? Соған барып көрейік. Бізде ол су примерно осы жерлерде болу керек, қазір ашпай тұр. Міне, бұл суда бізде не бар? Дым көріп тұрған жоқ, мұны золотой блок ба, сонда бірдеңе тұр. Давайте барамыз. Мен осы жақтан барам. Міне ана жақта сундук тұр екен. Біз осы жерден бұрылып бара берейік. Бірінші 14-ін кетіріп, тез барайық. Бізде уже түн болып келді. Ребята, у нас мен былай кетіп бараттым да, сөйтіп қарасам айдалға кетіп бараттым, сөйтіп жолымды былай бұрған болатым. Бізде уже почти жетіп қалдық біз, но төбеге көтерілуіміз керек все-таки. И біз қалай көтерілеміз? Біз давайте мынау, ойбай. Мына жерге наны қоямыз, потом осылай типа лестница жасаймыз. Қарандар, мынау золотой блок па десем, мынау губка ма? Сонда губка болатын бірдеңе екен, и дельфин бар екен бізде. Бізге негізі бұл сундукты көру үшін ғана келатыр мен. Мынау астыға қойылып кетті. Мен сундукты көру үшін келатырмын, если честно. И сол үшін бізге не маңызды емес, то есть дельфин маңызды емес. Дельфин не істейміз, біз все-таки. Давайте верхқа көтерелік. Ойбай, ана өліп жатыр. Өліп қалды. Неге? Бірдеңеге нет қалды ма? Мен попугайларымға ана? Попугайымды жоғалып кетті ме, не болды? Либо иығымда тұрма менің. Мына жердің қалай істесем болады. Осылай қойып, мына жаққа астыма бір блок қоя салайын. И все. Главное, өзім міндім. Түсуімді, то есть келесіде мінуімді білмеймін ана жерден. Мен попугайларым... екеуі де иығымда тұр екен. Все нормально. Так, бізде на сундукта не бар? Ненің заттар екен ғой. Аты не еді? Теңіздің заттар екен. Мокрый губка... не болады, Пайде губка осы бола ма? Давайте бізге трезубец керек. Не? Сердце моря дейді. Араласпай қойын бұларына, не екен білмеймін да. И қалған дым керек емес бізге. Келесте қай биомға барамыз? Енді келесі бирюзаға баруымыз керек. Ол үшін
сәл бұлай мына жақпен барамыз ба, песок жақпен қазір оны көретін боламыз. Блин, достар, мен опять астымен бара жатырмын. Қазір қараңдар, мен типа анау сұр блок тұр ғой, астындағы последний камень бар емес па, земляның астындағы первый камень. Сүйерде тұратын шығарым па еді. Опять не жасаймыз біз? Лестница. Вот, достар, мен осындай не соқтым. Лестница салдым. И осылай келіп түсеміз. Ойбай. Мына жақта да не бар екен, прикиньте, осындай. Не дейді? Короче, осындай атын ұмыт қалдым. Сондай бар екен. Но свинья зачем нам нужен? Скажите. Давайте осылай құлатып жіберейік. Бізге мына жақта лава, су, костный мука бар екен. И железный кирка тұр, нан тұр. Көрініп тұр, костный мука не болады бізде? Грядкамыз не болып жатыр, ана жақта білесіңдер ма? Мына жерде не дейді? Wanna tree aging дейді. Түсінбедім. Кеттік. Короче, бізде уже кеш батып жатыр. Давайте мен бүткіл биомдарға барып келемін. Короче, достар, мен уже бүткіл биомға барып келдім. Жаңа ғана біз березаға барып келдік, но мен уже бүткіл биомдарға жол салып қойдым, но ешқандай сундугын ашпадым, потому что сендермен ашам дедім. Бүткіл биом дегенде мынаған бардым только. И мынаған до конца бармадым, потому что аюлар маған қарай нетіп тұр ғой, жүгіріп тұр, сол үшін до конца салмадым жолын. Давайте мен мына биомға только немен бардым. Ой, қылайым қазір. Немен бардым, грядка жақпен бардым, и бізде бұл жақта сәл осындай нелер барды, и мына жердің жолын ашып қойдым осылай. Мына жаққа бізде, ойбай, мына жақтың сундугын мен әлі ашып көрмедім де вообще, и сендермен көргім келді. Ерде бізде здесь арар дейді. Ой-ё, сундуктар осында бесполезный ғой. Неге екен білмеймін, ана жақтың сундугын көрмедім мен, аюларын, то есть. Думаю, бізде басқа биом қалмады, я. Қалды ма, қалмады ма? Анау әлі ар жақта эндер порталға әлі жол салмаймын, потому что ол жаққа дайын болғанда барып жол саламын. Дайындап қойсан қазір дым қызығы қалмайды. И сол үшін қазір самадым. Менде блоктар, мені қолымдағы земляларым бар екен. Осымен дальше не салатын боламыз, жол саламыз. Все. Думаю, басқа не қалмады я биом. Ана жақта бір қыстың биомын көргенсіңдер, бір кішкентай аяқ жер, ол жаққа бару не нужен дедім. Ну, дым керек емес ау я ойға барып. Потому что көп нәрсе бар ма, жоқ па білмеймін. Қараңдар, мына аюлар мені жейма. Не істейді? Қараңдар, маған осы қарап тұрады бұлар. Қарама дейін ба? Барсам ұрып өлтірмесін қазір. Прикиньте, тиіспейді. Точно ма? Өліп қалмайын ол жақты жатыр. Не дейді? Бізде здесь колдия. Суық жақ дейді. Алмазный кирка. Алмазный кирка берді бізге. Базар жоқ. Ол жақтан қорқып жүрсем. Давайте, у нас уже не болып жатыр, кеш батып жатыр. Давайте, достар, біз үйімізді жөндейміз. Ана жақта ағаштар бар, сәл үйді жөндейік. Короче, достар, мен үйімді жөндегім келіп тұр, чтобы чуть-чуть бізге нормально болсын деп, мына жаққа земля қосамын, либо екінші этажын соғамын. Думаю, екінші этаж соққан жақсы бола ма? Я мына жақтың тірлігі көп болып кетеді. Қараңдар, мына жаққа земля соғуым керек, дәу қылдырып. И бұл жақтың аларды сындырып, обратно мына жаққа қарай жол нету керек. Ал екінші этаж болса, только төбесін суға салатын қылдырып соғайын ба? Давайте сөйте саламыз, зато оңай болады өзімізге, и чуть-чуть үйде тар болмайды. И бізде ана жақта ағаштар бар, кетік солардан керек ағашымыз шауып алып келеміз. Короче, достар, мен үйімнің екінші этажын біттім. Ну, біттім деймін, но чуть-чуть былай салып қойдым. Давайте көресіңдер ма? Давайте лайктарын басыңдар, көрсетем мен. 1, 2, 3. Вот. Осындай болды менікі, прям күшті болады демедім. Но
выживанияға болады. Бізде осылай келгенде осы жерден лестница болады, как бұрын төсек тұрды, жоқ, төсек мына жақта тұрды. Осы жерден лестница болады да, келгенде осылай екі панорамный терезе, мына жерде чуть-чуть терезе, кроватім бар, и мына жақта мынандай панорамный терезе, чтобы былай отырып грядкаға сәл бүйтіп қарайтындайшы. И бізде стекломен қазір бүткілін жауып шығатын боламыз. Еще бізде не бар ғой, ножницашы, сомен сәл нетіп қоятын боламыз. Есік алдышы анандай шөп қылдырып ағаштың нелерін алып келеміз, жапырақтарын кесіп қырқып есік алға отырғызып қоятын боламыз. Короче, мен терезелерімді жауып қойдым, и бізде 9 артық терезе қалды. Мына жаққа типа сақтық ережесі қылдырып іліп қойсақ не болады, типа осылай и осылай қоршап шығайық, сөйлесе чуть-чуть құлап кетпейтіндей да. Осы жерге қоямыз и осы жерге қойсақ болады. Все, міне әдемі қалды, нормальный болды. Мына жерге келіп ұйықтаймыз, мына жақта ковриктар төсеп қоюға болады и так далее. Давайте бізде енді не болды? Міне есік жауып қояйын. Міне норм үй шыққан болатын. Давайте біз ағаштан нелер әкелейік. То есть қырқып алайық ағашты. Бізде ножница бар еді ғой, иә. Ножницамыз қайда? Міне мынау тұр екен. Давайте қырқып аламыз. Кеттік. Короче, достар, мен анау темный дубтың несін жапырағын қойған болатын. Міне мынандай болды. Ана жақтарына жетпей қалды чуть-чуть, и солай қалдыратын болды. Мен мына жаққа бір блок қойып қойдым, чтобы былай өтіп кететіндей. Мына жақта арты түгелмен мынау не істеп жүр? Арты түгелмен жабылды да, ал мына жақтың шеті жабылмады. Себебі не білен алар? Себебі мына жаққа грядкаға біз баруымыз керек. Сол үшін сол жақты ашып қойдым. Ана құлап кетті ма? Нет, құламапты. Короче, сондай үйлі құлап кетіпті. Короче, сондай үйіміз осындай болды біздің. В принципе, нормально, да? Қараңдар, әдемі болған сияқты, мне кажется. И мынау чуть-чуть стильный болды, бір жақ жабылмағаны. Короче, осындай үй болды. Короче, достар, онда осы жерден видеоны аяқтайық. Сендермен видео ұнаса обязательно лайктарыңыз кетіңдер. Сендермен болған менде де видео ұнаса арнаға тіркеліп кетіңдер. Давайте, пока.